Саламатсыздарма, білім алушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қол добы, яғни гандбол. Гандбол ойынның шығу тарихы, ойын техникасы. Ондай болса, ең бірінші шығу тарихына көз жүгіртсек, бұл ойын түрі гандбол, хенд қол, бол доп деген мағынаны білдіреді. Ең алдымен бұл ойын шамамен 1895 жылы Германияда пайда болған. Ордруп қыздар гимназиясының оқытушысы Холгер Нильсмент өзінің сабақ барысында гандбол деген атпен шағын 7 адамнан тұратын екі топ оқушыларын бір-бірінің алаңына қақпасына допты қолмен соғу арқылы ойлап тапқан болатын. Содан кейін бұл ойын түрі бара-бара күрделене өзгере бастап, 11 адамдық жасақтау 1919 жылдары жүзеге асты. Басында бұл ойын түрі футбол мен баскетбол ойындарының жеңілдетілген түрі болып, қыздарға арнайы ойластырылған болатын. Әлемдік деңгейде тез арада беделге ие болады деп бұл ойынды ешкім ойламаған. Бұл ойын түрі Олимпиада бағдарламасына 1946 жылы қол добы федерациясының ережелеріне өзгертіліп енгізілген болатын. Ал ресми жарыстардың барлығы 1959 жылдан бастап өтілуде. Қол добының әр командада 7 немесе 11 адамнан ойнайтын екі түрі болып саналады. Ең алғашқысы 40-20 метрлік алаңда ойнатылған болатын. Доптың салмағы 425-475 грамм, диаметрі 54-56 сантиметр болатын. Қақпаның ені 3 метр, биіктігі 2 метр болып саналады. Бұл қол добы ойын түрі 30 минуттық, әйелдер үшін 25 минуттық екі таймнан тұрады. Қол добының Қазақстан Республикасы әйелдер құрамасы 2002 жылы Азия чемпионатында күміс жүлдегер атанған болатын. Алғашқы қол добының техникалық, тактикалық ойын ережелері өте қарапайым ережеге негізделген болатын. Өйткені ойын барысында тек қана бұл ойын қыздарға арналған болып саналған. Уақыт өте келе ойын күрделене түсіп, бұл ойын барысының техникалық, тактикалық ережелері де соған сай дами түсті. Қазіргі таңда қол добы атлетикалық ойын ретінде ерлер мен әйелдер арасында бірдей тең дәрежелі техникалық ережесімен сай болып танылады. Қол добы ойыны бұл ойын командалық ойын болып есептеледі. Ұжымдық және бұл ойын деген көптеген іс-әрекеттер, тактикалар, жүйелі түрде пас берулер арқылы командалық болып саналады. Бұл ойын түрінде командалар өз қарсыластарына басым болу үшін бұл ойын кезінде ойлау қабілеті, пас беру, яғни шапшаңдылық, жылдамдық іс-әрекеттері өте қарқынды, тез әрі ойды дамыту тез. Сондықтан командалар арасында спорттық күрес, бәсекелестігін, қарсылас позициясын алып қарау өте дұрыс болып саналады. Қол добы 3 негізден тұрады. Ең біріншісі техника, екіншісі тактика, үшіншісі стратегия болып саналады. Осы 3 негізсіз команда ойыншыларының спорттық бәсекелестігі құрылмайды. Қол добында техника дегеніміз ол ойын сәтіндегі қарсыласты жеңу үшін арналған қолайлы бір іс-әрекеттер қозғалыс жүйесі деп аталады. Ойын техникасы дегеніміз барлық тәсіл жиынтығы мен оның икемділігі, тәсілді орындау техникасы дегеніміз. Қол добы ойыны 3 кезеңнен тұрады. Ол дайындық кезеңі,
негізгі және қорытынды бөлімдерден негізделген. Қол добы ойыны кезінде бұл сан алуан ойын тактикалары, техникалары жүзеге асырылады. Мысалыға, бұл ойын кезінде спортшы алаңда орын ауыстыру, яғни бір жерден екінші жерге тез жылдамдықта жүгіріп бару секілді, пас беру және де қақпаға қолмен гол соғу болып саналады. Бұл ойын түрінде өте жылдамдықты талап ететін спорт түрі болып саналады. Бұл ойынды ойнайтын спортшылар ойыншылардың аяқтарына, қол, бұлшық еттеріне өте көп күш түседі. Өйткені аяқ бұлшық еттерімен көп қозғалыста болады. Қолымен неғұрлым жылдам лақтырып, пас беріп, қақпашыға, қарсыластың қақпашысына допты соғу қажет ететін спорт түрі болып саналады. Сабағымызды қорытындылай келе, бәріміз бірге спортпен шұғылданайық. Әрдайым деніміз сау болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.